Қыркүйектің 9-ғы кешкі ақшам зерінен кейінгі хабар жарлаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адамның бас сүйегін көрсетті. Қара құстың түсі, жаңа қара құс төңкерілген үшбұрыш секілді көрсетті. Соның ішінде қап-қара ұнтақтар төмен қарай құйылып жатыр екен. Қара құстан жоғары шығыңқы сүйекке оптикалық көздеу секілді инфрақызыл нүктені бағыттап қойған екен. Жоғары жақтан. Енді бір кезде алдыңғы жағынан көрсетті бас сүйекті. Мұрынның тұсына, мұрынның тесігі бар ғой, сол жерге жаңағы қызыл нүктені бағыттап қойыпты. Сосын екінші көріністе Париж деп түсіндім. Сол Парижде лаңкестік па, әлде бір дүрбелең болады, әйтеуір бейбіт халыққа бір қастандық жасалады деген ақпарат келді. Дұрысқа мынау жасанды сана дегеннің өзі, осыған біз білмейміз, қазір әлемде ол тәжірибе жасалып жатыр. Мына балаға да тәжірибе жасалып жатыр, адамдарға да тәжірибе жасалып жатыр. Ол қазір осының мынау массондық жүйе басқару ғой, соны қалайда біз халықты осындай мына не арқылы, ақпарат арқылы темір құрылғыға басқарамыз деген. Солай, сонда әлемде тыныштық орнайды, керек адамды өзіміз өмірге келтіріп отырамыз деп. Бірақ олардың білмейтіні қазір әлемнің, тіптен қазақ халқының биліктерінің дүниесі, ол Құдайдың барлығы да, Құдай бәріне оның кімге қаласа оны ашып қояды, қаламаса жауып қояды. Құдайдың ұқсатсынсыз кәнді қорайда сұнбайды деп қазақ. Міне осыған келіп тұр. Жаңа соған бағыттау деген үшбұрыш, ана құм сағат сияқты ана мына мойын, мына айтады ғой, еркек бас, әйел мойын дейді. Мойын деген мына бөтелкенің ауыз сияқты. Сол жерге Алла тағала сол адамның кітабын да бәрін мойынға беріп қойғанда, сол мойын арқылы керек затты жүрекке өткізеді, жүрегі өткізеді. Ал енді сенің сол мойныңа айтады ғой, мойны жуан, оны ер мойынды құлақ қаншырмес деген осылардың бәрі қазақта тұр ғой. Егер сол мойын кімді ашып жіберсе, болды, ана жаңағыдай сол бүкіл қара ақпараттың бәрі лақ етіп құйылады мінекей. Ал ішке құйылады, жүрек не қылады, адам өзі хайуанға айналып шыға береді да. Мынау жанымға шірудің де мағынасы әулестің жобасы қалайда сол мынау басты неден шығару керек, жүрек пен екеуін ажырату керек мінекей. Бірақ қанша бас істемегенмен де Алла тағаланың несі адамдатқа берген тағдыр жүрек арқылы басқарып тұр ғой. Ана мойынды жауып қояды да. Сол әр уақытта сен мойның жабады, ашады, жаңа сол желкенің шұқыры көрсін деген көрсін көз ғой. Сосын жоғары кернеумен байланысты зиянды қуаттар өте бастайды адамдарға. Бірақ бұл адам қолынан жасалған қуат емес, аспан күштер арқылы өте биік, жоғары жиіліктегі өте қуатты тоқ секілді нәрсе екен. Бірақ ол аспан денелері арқылы, әлде аспан арқылы басқарылама сол адамдарға өтеді. Тоқ сияқты, бірақ тоқ емес. Бірақ оның адамдарға жаңағы киімсіз жүрген сондай адамдарға қатты зияны бар екен. Солай түсіндім. Дұрыс. Бұл енді бұны кеңес үкіметінің кезінде дәлелденген. Сондай радиация болып, соған өте алмағаны бөлмеден өте алмайды. Сол кезде мына Сәбетхан деген осы бір ғалым бар, сонда бір кеңес берді дейді, ана бөлменің қабырғаларын сиырдың жапасыменен боғымен сылап тастайық деп. Сөйтіп сылап тастаған екен дейді, ана жерде ешқандай сәуле жоқ, ана оп-оңай өте береді ана бөлмеден. Сонда таңғалдым ғой, сонда сиырдың жапасы, сонда қандай сәулені, атомдық сәулелер ұстап тұрады деп. Енді бұдан не шығады? Абай атамыз адам деген боқтың қабы деген. Біздің мына оны дермо дейді, дерма дейді деген мына терме ет пен терінің арасы. Сіздер киім кигеннен кейін осындай ана екі ортаны қазір қамшымен де жағып атсыздар, сол екі ортада белгілі бір сол анау сыртқы өріспен байланысты сондай не иммунитет деген ет терінің арасында пайда болады. Сосын сіздерді қандай радиация болса да өтпейді. Өтпейді. Ол осы дәлелденген және кейбір адамдарды радиация алынбайды. Жаңа сол суға мынаған суға түсуге болмайды деп сөйтіп тыйым салып қойса, кейін тексерсе, қайтсаң соң бір екі бала шомылып жатыр дейді да, 5 жасар тағы. Сосын тұра қоңы бұлар өледі деп. Тексеріп қойса, қарасаң онда не жоқ. Қазіргі әлемнің түсінбей жатқаны қазір Чернобыль қанша жерге сол жерлерде, ана шіркеудің ішінде қарасаң радиация жоқ, сыртында радиация бар. Сол жерде қазір үлкен кісілерде өмір сүріп жатыр. Тексерген ғой ол, сол жерде баяғы сол неден бері бақшасын неге түсірді тастамайған ғой біз. Өлсек осы жерде өлеміз деп. Солар қазір
өмір сүріп жатыр. Себебі неге? Олардың ғана тән таза етпен терісін несі бар, оларды радиация алмайды, ішінде оның қандай неғанмен ол радиация. Міне қазіргі қазақ халқын бейімдеудің мәнісінде біз осындай тазалыққа соған жетсек, мына жер бетіне түсетін сәуле деген радиация сол көбейіп адамдарды ол Құдай өлтірмейді, адамдар өзін өзі сол жалаңаштықтың өзін өлтіреді. Міне осыған келді, өмір жасы қысқа береді. Африкалықтар жалаңаш жүретіндердің негізгі орта жасы 14 жастан аспайды. Қазақ 27 жасқа келіп тұр, қазір 27 сол осында. Ал, қане. Мынадай әлпеншек сияқты арқанға үлкен бір ағашты іліп қойған, осылай. Сосын мынадай үлкен қоңырауды былай ұрғылап жатыр екен. Сосын осы ағаштың үстінде 3 адам болды. Осы қоңырауды ұрып тұрды. Мына ағаш және де бір үлкен бір сиырға айналды. Қара сиыр. Сосын мынадай бір қақпасы бар бір есік бар екен. Ар жағы сап-сары нұр шашып тұрды. Осы жаққа қарай келе жатты сиыр 3 адаммен. Қоңырау енді ол бір үн ғой. Үн сол үн арқылы басқарылады ғой сол. Мына шіркеудің қоңырауларының да мәні бар, соның ем бар, шипа бар, әртүрлі. Мұның да бір құпия сыры бар. Екі тау болды. Таудың арасында осындай көпір сияқты тау түстес бір осындай болды. Үстінде толған ай болды. Мына көпір сияқты зат сосын жасыл кілемшек айналды. Соның үстіне ай тұрды. Ай сосын бір кітап қайналды. Ашылған кітап ар жағынан нұр шашып тұрды. Сонда мына екі таудың, таудың орналасуында мәнісі бар. Мына өрістері бар ғой. Сол айдың нұрыменен жасылға айналады, онан сарыға айналады, сонда бейнеленеді деген сөзді тау арқылы. Тау ғой енді қуат. Ал енді қиямет қайымда тауларды жазып түрінде көресің деген, яғни тау таусылған кезде қиямет қайым болады деген тұр ғой Құранда. Тау өзі мүжіліп таусылады әбден. Тау сол жердің бетіндегі сендердің 4 күнге жердің бетін есептеп қоймын несібесін. Яғни жердің бетіндегі барлық жылдың саны 200 мың. Жылға есептелген да. Мен кезінде Құран есептеп шығардым да. Біз айтамын пәлен миллион жыл. Сол ана таудан қазір барлық қуат таудан не жатыр. Сол тау арқылы жатыр. Көккедегі мына таудан өрістер шығып, тау деген бұлт сияқты жүреді деген, аспанда ғана қара бұлт сосын бәрі, ол қайдан пайда болады? Таудың өрісінен анау су несін алады да қара бұлт қайнап, сосын жерге жауады. Онсыз су болмайды. Таусыз су жоқ. Осылай қойғанда Алла тағала. Бұл да ғылым бәрі дәлелденбеген. Сонда айдың тауға әсерін осындай немен көрсетіп сосын және де үлкен алып тау, таудың ар жағында толған ай болды, өте әдемі көрініс. Сосын ай алыстан көрініп тұрды. Соны екі бұрыштың ар жағынан. Сосын екі тоғалша дене болды, екі өте жақын тұрды, ар жағынан қыстырылып осы ай көрініп тұрды. Сосын бір жол пайда болды да, және бір қара сиыр осы айға қарай кетіп бара жатты. Сиыр енді тәуліктен байланысты қуат болды, малдық қуат. Біз енді қазір солай белгілейді ғой, бірақ оның ол қуаттың негізі аты бар, заты бар. Ал, алтынай. Бисмиллахиррахманиррахим. Маған мынандай не келді, бір темір тұлпардан дейді, сынақ келеді дейді. Кімге айтып тұрған білмеймін. Сосын мынандай сөздер келді. Дара жолын ашылып дейді, қызметке тұрасын халқына дейді. Кеннен болса мінезін, талай биікке шығасын дейді. Терен болса ақ ойын, жетістікке жетерсін дейді. Қазақ бүгін еш жина, қиналыс келді басына, қай шаңырақта алмасан, келді қара басына дейді. Енді темір тұлпардан болады деген алдында өз не бойынша Масимовке ескертті. Сол темір тұлпардан сынақ болады деді. Сосын олар алды да, қазір мен пенсияға кетіп жатырмын деймін, олар эксперимент деп, не істейсің деп отыр да. Сенің құдайың бізге не істейді дегендей болып сондай жауап тастады. Жауап тастады, оның мақсаты ар жағында мен енді ана құрбан айтқа деп ақшалар жинастырып жатқан, ірі қара түседі, әйтеуір сөйтіп, соның бәрін жауап тастады да, сенің құрбандықтарыңды да не істейсің деп. Сонымен олар енді осыны ерегісі бастап кетті. Ал енді Алла тағала ол
кімді қашан жазалайтын өзі біледі. Енді соның алдында қанша күн бұрын анау Тараздағы жарылыс болды. Енді сол кезек келіп қалды. Мына 3 ай бір өзінің кезеңі бар, сол келіп қалды. Енді оны айтқан, сенде қандай мықты қорғандарың болсаңда артынан өлім жетеді деген. Мен мәселемге өліп келіп жүрмін, қайта мына бұларға елге осындай зұлымдық жасаған, осындай мейлі қандай болсын, ешқашандар оларға зұлымдық тілеуге болмайды. Қайта олардың өмір жасын берсін деу керек. Шәкәрім адам себебі неге? Ертең олар өздерінің қателігін біліп, өкініп өтпей, олар бәр қайттан елді бұлдырады. Ол нәрсе қайттан келеді, қайтыңнан. Елді қайттан бүлдіреді. Ей, ұрақ мен ел өлтіресің. Мына неге сендердің мына күнәларыңды, қателіктеріңді түзеу үшін қайттан оятам, қайттан өлтірем деген ғой сонда. Өмір береді, тағы да біз осыны сынақтан келеміз. Сондықтан бұларға қайта өзінше қала салып беру керек. Солар кезінде осы жаулықпен соғысқан Сапарбай бар, бәріне қала салып беру керек те өзінше. Отырсын соны. Сосын халықтың қалай қиған, Құдайдың қалай халықты сол өздері көрсін. Мен осының өлеңмен де жазған. 90-ның үстінен шыққан екен Назарбаев өкініп отыр деген. Онда бірақ Алла соған жеткізсін, оны өлтіріп, онан біздің ешкім жеріміз келмейді. Ал Саршан апа. Бисмиллахиррахманиррахим. Ордаға Дінмұхаммед Қонаев ата келді. Қаламмен орданы аластады. Қаралық сылып түсірді. Жарты ғасырға жуық елдің қызметін атқардым. Алла маған білім мен елбасы қызметін қатар берді. Алған біліміммен барлық күшімді халқыма жұмсадым. Орыстармен білдірмей алысып, тартысып жүріп, болашақ қазақ елін ойлаумен болдық. Көптеген кен орындарының ашылмай қалуын Қаныш Сәтбаевпен ақылдасып тағы тығып отырдық. Келешек қазақ халқының тағдырын ойладық. Байлық бар, жер қойнын ашқан кезде халық әлі таң қалады. Қиыншылықта жүріп намаз оқыдым. Алланы өзімше таныдым. Түптің түбінде қазақ халқының еңселі ақ орда болатынын сезетінбіз. Сіздер сол игілікке жетесіздер. Соған шамаларын келгенше үлес қосыңыздар, деп кетті Дінмұхаммед Қонаев ата. Расында намаз оққа дейді, ол енді деректер бар. Табылады екен де, намаз оқиды екен. Ол Қонаевтың енді оған жету қайда, ол қандай ел басшында ондай елді сол замандарда қаншама нәрсені жасап кетті. Әйтеуір кімнің Брежневтің арқасынан қағып жүріп, қаншама анау Алматыдағы қаншама құрылыстарды салдырды. Әйтеуір Брежнев жақсы көретін, бұлыс сүйіп, сол екеуі жақсы еді ғой. Сөйтіп жүріп қаншама нәрсені салдырды ғой. Сол білдірмей алысып тартысып дейді ғой. Сол білдірмей, соны айтып отыр. Білдірмей осындай алыс деп. Ал Аманбайымда. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгінгі ақшам намазда көрген көрініс, зікір оқылғанда ақ су, ақ толқын. Соның үстінде қайық, жаңағы қайық жылжып отырып, көз көрінетін жерге келгенде балық айналып кеткен, сондай көріністі. Содан кейін ай көрсетті. Айда жаңағы белгілер, жаңағы 3 бұрыш, 4 бұрыш айналғанда ромбикқа айналды. Сосын 6 бұрыш, сонда қошқар мүйізге айналды да, айдың жан-жағынан ақ нұр пайда болды, сондай көрініс. Содан кейін көрінген енді бүкіл әлемде болатынын, или бір елде болатынын белгісіз бір жағдай, әйел адамдар түсік тастап жатыр. Жаңа дүниеге келейін деп жатқан балаларын өзін құтқара алмайды, сондай нелер. Ай күні тұлып дейді ғой қазақта. Туатын баланы өзін құтқара алмайды, солардың өзіне. Сондай көрініс. Ол Қас сүресіндегі сол аяттың үкім түстігін сөз. Сендер қиямет мезгілінде жәндіктердің іш тастағанын көресіңдер. Емізушінің емізгенін көресіңдер. Адамды мас түрінде көресіңдер. Бірақ олар мас емес, Алланың азабы қатты дейді. Ана қазақ елінде еркектердің бәрі теңселіп жүр, кеше түсті ғой, мас болып жүр деп. Осы мінекей үкім түсті. Ал енді жәндіктерді іш тастағанын көресің деген, біздің ең енді мысалы хайуаннан гөрі жәндік биік тұр, жәндік. Өйткені ол жәндіктің ішіне бал арасында кіреді, бәрі де кіреді. Әйелдің дәрежесі былай қуаттық жөнінде жәндіктік. Еркектерден гөрі еркек хайуандыққа тән. Еркектері хайуандық басында, әйелдері де жәндік. Сондықтан әйелдер енді сәл неғын кезде жәндікке айнала бастайды.
сыртын бәрін жылтыратып кәдімгі құтты жәндік болады да, соны айтқан сол жәндік деген кезде жәндіктердің іш тастап көресің деген осы Құран аятының құпиясы сонда тұр. Содан кейін көрген көрініс көп көлікке кептелісі көліктің. Мен енді неткенде Капка değil ме дедім, бірінші қар жауып, кейін жаңбыр жауды, сондай көрініс. Сондай көрініс. Содан кейінгі соңғы көрген көрініс қара түнек, содан ақ белгі болды, нүкте. Сол жаңа үлкей былай ашылған кезде ар жағынан от көрсетті. Әрбір жерде от кәр. Сол бір оттың арасынан адамдардың қолын көрінді, сондай көрініс. Ол сол тозақпен байланысты бір құрылыс. Енді ол көрсете береді. Тозақтың түр-түрі ғой. Маған сұрағанымда Бекитадан келетқанда Сичин деген тозақты көрсетті. Оны білмеймін ғой. Мен көзім ілініп кетіп еді. Қарасам жердің астында кішкентай бір нелер бар екен, қуыс жаңағы құбыр сияқты туннел дейді, құбыр. Сонымен әйтеуір бүйтіп жүріп келсем, бір жерге келсем, жаңа менің жақын таныстарым бар еді. Солар келіп жаңағы күйден ажырап кеткен сон бір әйелдер бар, құдашалар ғой енді соны әкеліп, жаңа жездесі әкеліп өткізіп, не қылып жатыр десем, бір үйдің оларды шетелге жібереді дейді да. Сөйтіп солдан біраздан кейін біраз жас балдарды алып келді ана жерге. Сонда анау Қазығұртта тауда тұр ғой, тесік бүйтіп бұны алатын. Сонда жер астында сондай байланыс бар екен, ана өгінге сол төменге түсетті, ана жәндік деңгейге түскен кезде Сичин деген дозақ сол дейді. Сол арқылады да, сен сол ненің құбырдың ішімен жібереді да, сен барып, сен Англиядан шығасың ба, Франциядан шығасың ба, басқа жерден, сол жақтардан сен қайтадан не қыласың. Сонда Алланың елшісінің айтқан, кім тірі кезінде қайылт шығарса сол болып оянады деп. Енді қазіргі мынау біздің ел білік пен білімді қауымның жасап жатқаны латын таңбасын ауыстырамыз, сендер ағылшын мен үш тілмен қылып, яғни қазақ халқын ағылшындық төменгі нәсілге айналдырудың іргесінің жобасы ғой. Біз соған қалай да ағылшын нәсіліне, сондықтан балаға сол тілді оқытып жатқанның өзінде де сол осы мына солай дозаққа ібіліс не істейді? Ібіліс осы білім арқылы жұртты дозаққа салады. Осы дозаққа салудың тәсілі мінекей. Сонда ол адам сол тіл арқылы тартылады. Біз тіл арқылы қазақ болып қаламыз, ал тілімізді ұмытсақ, біз орысша сөйлеп не қылатын болсақ, сол ана бәрі төбеңгі шұңқырға түсесің, шұңқырдан сен өзіне сорып алып кетеді. Сені орысқа қоятады, орысқа қарай. Тіл сол жақта ғой. Сен ағылшынға құмарсың ба? Ағылшын. Сен кәріскің бе? Сондай. Осында жердің астында соны Сичин деп атайды екен. Ұзақ мына сондай жолдар бар екен. Соны қазған ғой, қазақ жерінде де жер асты жолдар бар ғой. Қабыл болсын. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Allah'ın rızasымен, bir Allah'ın rızasымен бүгінгі таң намазы зікірде көрсеткен көрініс. Бүгін қыркүйектің 12-сі таңғы намазда көрген көрініс. Көк теңіз, көк су, көк теңіздің ортасында қайық, үстінде адам. Суда бір адам, сол адамды жаңағы қайықтағы адам құтқарып жатыр. Сол құтқарғаннан кейін айдың сәулесі түскенде жағаға қарай жаңағы қайық жылжып бара жатқанын көрсетті. Сондай көрініс. Бірінші көрген, екінші көрініс бір ғаламшарды көрсетті. Жаңағы ғаламшарға айдың сәулесі түскен кезде жаңағы айдың сәулесі тігінен емес, жанынан түскен кезде жаңағы ғаламшар глобус сияқты айналып тұрды. Сондай көрініс. Үшінші көрген көріністе Америка елін көрсетіп жатыр. Сонда жаңағы Колумбия, Бразилия, Мексика тағы бір штаттарында қар жауып еріп кетіп жатыр. Қар жауып еріп кетіп жатыр. Сол бір штатында қар қалың түскен көп көліктің кептелісі. Сондай көрініс көрсетті. Тағы да бір көріністе теңіздің ортасы Америка штатының көп кемелері бір жерде шоғырланып тұр. Сондай көрініс көрсетті. Содан кейін көрген көрініс Түркия елінің туы желбіреп тұрды, өте биікте. Жан-жағында көк ұшып жүрді. Сондай көрініс. Содан кейін араб елі менен
жана Қытай елінің таулары төмен түсіп кеткенін көрсетті. Одан жоғары жаңағы Корея елі мен Жапон елінің таулары желбіреп тұрды. Сондай көрініс. Содан кейін көрген көрініс Азия тауларында жаңағы таулардан от шығып жатқанын көрсетті. Сондай көрініс. Бүгінгі көрген көріністер осындай.